Армысыздар, қазақ елі. Ақтау маңындағы ұшақ апаты бойынша соңғы мәліметтер бойынша Ресей президенті Путин Әзербайжан басшысы Ильхам Әлиевтен Ақтау маңындағы ұшақ апаты үшін кешірім сұрады. Кремль ақпараты бойынша Путин қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтып, жарақат алғандардың тезірек сауығып кетуіне тілек білдіретінін айтты. Сондай-ақ Путин Әзербайжан ұшағының Грозный әуежайына бірнеше рет қонуға әрекет жасағанын айтты. Сол мезетте Грозный, Владикавказ, Моздок қалаларына әскери дрондар шабуыл жасап, Ресейдің әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелері оларды қайтарумен айналысқанын мәлімдеді. Қазіргі кезде тергеу амалдары жүргізілуде. Сонымен қатар Ақтау маңындағы апат болған жерде 3 елдің мамандары әрекет етуде. Ұшақта барлығы 67 адам болған, оның 5-еуі экипаж мүшелері болған. Экипаж мүшелерінен 3-еуі қайтыс болып, 2-еуі тірі қалған. Қайтыс болған экипаж мүшелерінің ішінде капитан Игорь Кишнякин, ұшқыш Александр Калянинов және бортсерік Хукума Алиева болған. Бортсерік Хукума Алиева өзінің соңғы демі таусылғанша жолаушылардың қасында болып, оларды бәрі де жақсы болады деп сабырға шақырған. Баку университетінің заң мамандығын алып шыққан Хукума Алиева 2016 жылы Азал автокомпаниясына аудармашы болып жұмысқа тұрып, артынша бортсерік болып жұмысқа орналасады. Ол өте мейірімді, шыншыл, өжет қыз болған дейді жақындары. 33 жасар Хукума Алиева Баку-Грозный бағыты бойынша бортсерік ретінде соңғы рет ұшып, бұдан кейін басқа жұмысқа орналасқысы келіп жүргенін айтқан екен. Анасының айтуы бойынша бірде сапардан келе жатқанда ұшақтары апатқа ұшырай жаздаған екен. Өкінішке орай бұл Хукуманың соңғы ұшақтағы сапары болды. Капитан Игорь Кишнякин қаһарман ұшқыштардың бірі. Адам айтқысыз ерлікке барып, ұшақты 1 сағаттан артық Каспий теңізіне құлаудан аман алып қалуға бар күшін салған. Жақындарының айтуы бойынша, ұшқыш соңғы 2 рейстен кейін зейнетке шықпақшы болған екен. Александр Калянинов 2021 жылы Украина мемлекеттік академиялық авиациялық магистратурасын бітіріп, инженер-ұшқыш мамандығын алып шыққан. Ол бала кезінен әкесі сияқты ұшқыш болуды армандаған екен. Апат кезінде ұшқыш Александр Калянинов капитан Игорь Кишнякинмен бірге бірнеше адамның өмірін аман сақтап қалды. Апат болардың алдында сол жерде жұмыс істеп жүрген электросет компаниясындағы жұмысшылар апаттың құлдилап жерге қона алмай жүргенін байқап, апат болған мезет жедел жәрдем мен құтқарушылар көмекке келгенше бірінші барып алғашқы көмек көрсеткен. Құтқарушылар мен жедел жәрдем қызметкерлері келгенше орындықта қыстырылып қалғандарды шығаруға көмектесіп, шамамен 15 шақты жолаушыны сыртқа алып шыққан. Қадірлі оқырмандар, каналыма жазылып қоюды ұмытып кетпеңіздер. Каналымда әртүрлі тақырыптар болады. Соңғы жаңалықтар, қызықты деректер, пайдалы кеңестер және жұлдыздардың өмірі туралы айтатын боламыз.